Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті жанындағы кәсіби білім беру колледжі түлектеріне диплом табыстау салтанатты рәсімі өтті. 2024-2025 оқу жылында 117 түлек аяқтады. Олардың ішінде 14 түлек үздік диплом иегері атанды. Бұл жай ғана күн емес, есте ерекше қалатын күн. Мен өзімнің студенттеріме болашақта үлкен-үлкен белестерді бағындырып, биік-биік шыңдарға жетуін тілеймін. Бұлардың әрқашанда армандары орындалып, биік-биік белестерді бағындырып, әрқашан сәттілік серіктер болып, бақыт жолдастар болсын деген келеді. Өздерінің алған білімдерін іске пайдаланып, осы елімізге қызмет етіп, адалдықты әрқашанда ту етіп ұстасын деп тілеймін. Салтанатты шара аясында үздік студенттер мен олардың ата-аналарына алғыс хаттар, сондай-ақ оқу мен қоғамдық жұмыстарда белсенділік танытқан бітіруші түлектерге арнайы марапаттар табысталды. Бүгінгі күн еңбегіміз ақталған күн. Қызбу кәсіби білім беру колледжі маған таңдаған мамандығым бойынша тек білім ғана емес, өмірлік маңызды сабақтарды да үйретті. Осы жылдар ішінде мен тұлға ретінде әрі болашақ педагог ретінде де өстім. Практика мен ұстаздардың қолдауының арқасында өмірімді білім беру саласымен байланыстырып, балалардың өсуіне, дамуына және өз әлеуетін ашуына көмектескім келетініне толық сенімді болдым. Кеш соңында түлектердің орындауында әсем ән орындалды.